Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен сүт ығыз тортын жасаймыз. Өте жұмсақ, дәмі тіл еді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көрмес бұрын лайк басып, арнама жасалып кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқаны шығарып аламыз. Үстіне шым-шым тұз қосып, миксермен 2 есе көтеріліп, ағарғанша араластырамыз. Келесі кезекте ұнға разырғы жел қосып, осы ыдыстың ішінде араластырып аламыз. Жұмыртқалы массамызға сгущенка мен құрақ ингредиенттерді қосып, араластырамыз. Құрақ ингредиенттерді 2-3 бөлікке бөліп, азыздан електен өткізіп қосамыз. Және ұнымыз шашырап кетпеу үшін бірінші видеодағыдай миксерді қоспай араластырып аламыз. Содан соң миксерлей береміз. Қамырымыз дайын болды, осындай қойлықта болады. Қамырды 4-5 қасықтан пергамент қағазға салып, домалақ етіп жайып шығамыз. 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Әркім пешінде әртүрлі уақытта піседі, одан ерте немесе кеш пісуі мүмкін. Қождардың барлығын осылай пісіріп аламыз. Осылай сарғыштау жұмсақ болып піседі. Мен осындай поклан деген пергамент қағазы қолданамын, жабыспай әдемі болып піседі. Сіздерге де қолданып көруге кеңес беремін. Енді тортты жинаймыз. Менде келегеден жасалған крем осы тортқа өте керемет үйлеседі. Рецептісі менің арнамда бар, ссылкасын описаниеға қалдыратын боламын. Тортты безендіру өз қалаларыңыз бойынша. Осымен сүт ығыз торты дайын болды. Өте жұмсақ, дәмі тіл еді. Менің ең сүйікті тортымның бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеом ұнаса арнама жазылып лайк қойып кетіңіздер. Сіздермен болған Нұрсұлу.